Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі жасалу жолы өте оңай пирогтың рецебімен бөлісемін. Көріп тұрғандарыңыздай пирог өте нәзік, сондай дәмді болып шығады. Осындай пышный болып шығады. Бар болғаны бір ғана жұмыртқадан осындай пышный пирог пісіреміз. Өте жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай. Видеоны соңына дейін қарап, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бір стакан айранды аламыз. Мендегі стакан 250 мл. Оны ыдысқа құямыз және жарты шай қасық ас содасын саламыз. Сода реакцияға түсіп, осылай көлемі ұлғаяды. Одан соң жұмыртқа саламыз. Араластырамыз. Жарты стакан шекер саламыз. Жарты стакан сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дәл сол стаканмен бір стакан ұнды салып араластырып аламыз. Одан соң екінші стакан ұнды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанша. Ұн әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің ұныңыз қандай соған қарайсыздар. Ең бастысы сұйық болып қалмау керек. Осындай қоюлау болады. Қатты сұйық қылып жіберсеңіздер піспей қалады. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырды құямыз және тегістеп шығамыз бетін. Алдын ала пешті қыздырып қоямыз. 150 градусқа 35 минутқа қоямыз. Әр пеш әртүрлі пісіреді, сондықтан 35-40 минут немесе одан сәл көбірек кетуі мүмкін уақыты. Қызып тұрған пешімізге осылай саламыз. Отыз 35 минут өтті. Пирог дайын болды. Ортасы пісіп шыққанын тексеру үшін тіс шұқығышпен осылай тексеріп қарасаңыз болады. Құрғақ шығу керек. Неге осылай құрғақ болып шығу керек. Кішкене суытып алғаннан кейін барып формадан шығару керек. Бірақ та мен осылай ысылай формадан шешіп алдым. Пергамент қағазы да осылай оңай алынады. Пирог өте нәзік әрі жұмсақ, сондықтан абайлап осылай аударып аламыз. Одан соң бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Бұл міндетті емес, бірақ та өте дәмді болып шығады. Осылай қант ұнтағын сеуіп шықса, пирогымыз дайын болды. Шайға өте оңай, тек барлығын араластырып, формаға құйып пісіріп аласыздар. Пирог өте дәмді болып шықты, өзіме қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.